Виктор Франкл осы концлагерде жүре отырып, концлагердегі тұтқындарға психологиялық вакуумды орнатқан тұлға. Өзінің әріптестерімен бірлесе отырып, кешкісін сол тұтқындарға психотерапиялық жұмыстар жүргізіп, өзінің зерттеулерін жүзеге асырған. Яғни логотерапияны сол жерде тәжірибеден өткізген тамаша жан. Тіпті тұтқындардың бір еңбегіне естелігіне тоқталып өткім келеді. Ол айтады, біз дейді күндіз өліп отырсақ дейді, түнде біз рахаттанып ұйықтадық дейді. Яғни сол қатал жұмыстан, қиын жағдайдан адамдар ашу-ызасын кешкісін сол бір баракта өздерінің күйлерін, ашуларын, ызаларын айта отырып, шығара отырып, жеңілденіп отырған. Содан кейін барып Виктор Франкл өзінің аутогендік жаттығуларын жүргізе отырып, олардың бір сәтке болса да сол қиын өмірден елес арқылы бейсаналық түрде кете отырып, бір тамаша әлемге, қиял әлеміне елестету арқылы сондай техникаларды қолданып отырған. Мысалға, былай дейді, оның жанындегі адамдар Лео Бек, Регина Йонас, оны жаңағы шақырып көмек сұраған. Әсіресе ол жерде өзіне қол салу, өзін өзі өлтіру өте жиі болған. Міне сондай адамдармен ерекше жұмыс жасаған. Яғни соғыстың алдындағы тәжірибесін сол концлагердегі тұтқындарға жүргізген. Сонымен қатар Виктор Франкл өзінің сол концлагердегі ең әлсіз жандарға көп көңіл бөлген, соларға көмектесуге тырысқан барынша. Ол жаңа қарт кісілер болатын болса, сонымен қатар психикалық ауру бар адамдарға ерекше көңіл бөліп қараған. Бұл жердегі Виктор Франкл дейді, сол жағдайдағы психогигиенаны, адамдардың бойында психогигиенаны орнатты дейді. Өмірге деген сенімі жойылып қалған, өмір сүргісі келмейтін адамдарда психопрофилактикалық, психологиялық ағарту, психологиялық тазарту жұмыстарын жүргізді дейді. Өзінің жаңағы жаттығуларында тұтқындарға бір сәт сол бір ауыр кезеңді, ауыр денедегі физикалық сондай бір қиналып тұрған ауыр күйді ұмытып, Альпі тауларына, болмаса бұрынғы өмірдегі кездеріне барғызуға мүмкіншілік жасап, терапиялық жұмыстарын жүргізіп отырған. Яғни 1944 жылға дейін концлагерде өзінің жұмыстарын, емдеу жұмыстарын, өмірдің мәні арқылы емдеу жұмыстарын жүргізген. Тіпті өзінің әкесі, анасы, әйелі қайтыс болса да, ол өмірдің мәнін, мағынасын жоғалтпаған. Ол ылғи да айтатын, адамның тәуелсіздігімен қатар, жауапкершілік қатар жүру керек деп. Анасы, әкесі қайтыс болардың алдында Виктор Франкл барып, кешірім сұрап, оларға да кешірдім, мені кешіріңдер, алғыс айтып, қоштасқан кезде, қайтқан кезде айтады, мен бір өзгеше, ерекше күйде болдым дейді. Қанша таусылып, өмір мені ертең өлем деген күнде де, ол күресуден, өмірге деген сүйіспеншіліктен еш ажырамаған. Көбінесе Виктор Франклдың терапевтік әдістері экзистенциалды терапия әдістерінің категориясына кіреді. Ол экзистенциалды терапияның техникаларының адамның стресстік депрессиялық күйден шығуына үлкен септігі тигізеді деп тоқталып өткен. Виктор Франклдың кітабын оқи отырып, мен ол кісінің алдында ерекше тағзым жасағым келеді. Қандай қиын сұрапыл заманда өзінің миссиясын, өзінің өмірге не үшін келдім, сол миссиясын жоғалтпай, адамдарға қол ұшын беріп, сөніп қалған өттің
анау бір жүрегінде шамын жаққан керемет жан. Кітабын оқи отырып, сондай бір жүрегім тебіреніп, көзіме жас та келді. Міне қараңыздар, қандай адам, қандай тұлға. Сол анау елестете отырып, бүкіл аудиторияның алдында лекция оқимын. Сол бір қиналған сәтте, аяғына сүйел бітіп жүре алмаған сәтте, міне өлдім, болды, күшім жоқ деген кезде, ол бір сәт көзін жұмып, өзін үлкен аудиторияда, студенттердің алдында, концлагерьдегі тұтқындармен психотерапевтік жұмысты жүргізудің маңызы мен пайдасы деген тақырыпта лекция оқытқан елестеткен, соны сезінген. Сонда ол айтқан, мен осы терапиямды қайткен күнде мен жарыққа шығарам. Бұны мен жеткізуім керекпін адамзатқа дейді. Міне сол бір арманы, сол бір мақсаты, сол бір өзіне деген жүктеп алған жауапкершілігі және соған деген ар намысы арқылы осы бізге осы терапияны ұсынып отыр. Виктор Франклдың кітабын оқыңыздар. Өте керемет, әсері енді тамаша, және де өзіңізге көп нәрсені аласыздар. Яғни қандай жағдай болмасын, қандай қиын, шешімі жоқ деген мәселенің өзінде шешім бар. Кез келген жағдайдан шығуға болады. Ең басты адам оны саналы түрде түсіне отырып, ұғына отырып, өзінің құндылықтарын, қасиеттерін сезіне отырып, өмірдің мәнін табу. Сол себептен логотерапия маған өте тамаша ұнайтын, көңіліме шығатын, көңіліме қонымды терапиялардың бірі. Кітаптарын оқыңыздар, зерттеңіздер. Жақсы, рахмет сіздерге.